Нұрымбет ұрпақтары Бәйтерек қорының тапсырысымен. Ұрпағына құт қонған Нұрымбет би. Жылға созылған жоңғар шапқыншылығы қазақ даласының құтын қашырған, ел басына күн туған қасіретті кезең еді. 1723 жылдың көктемінде жайлауға көшуге қамданған бейқам қазақ еліне жоңғарлардың қалың қолы тұтқиылдан шабуыл жасады. Ертіс бойы мен Алтай өңірі Тарбағатайдың күнгейі мен теріскейі шапқыншылыққа алдымен ұшырады. Жоңғарлар Балқаш, Қаратау бағытымен жылжып Алтай асып, Көктал өзені бойымен өрледі. Нұра өңірін қанға батырып Шелек өзені, Есік көлі, Шу өңірін таптап тоқтаусыз әледен өтті. Екпіні қатты шапқыншылар бейбіт елді аяусыз қырғынға ұшыратып, Түркістан, Сайрам, Ташкент қалаларын басып алды. Жоңғарлардың жойқын шабуылының нәтижесінде қазақтар шайқас даласында 100 мыңға жуық жауынгерлерінен айырылды. Ал қорғансыз халықтың шығыны одан әлдеқайда көп болды. Әрбір 10 адамның 4-еуі қаза тапты. Тоз болған ұлы жүз, орта жүздің шағын бөлігі Сырға, Шыршық құятын тұстан сәл жоғары өткелден өтіп, Ходжент, Самарқанд иеліктеріне көшті. Кіші жүз Сауран қаласын айналып Бұқараға ауды. Шұбырған халықтың басым көпшілігі Сырдан өтіп Алғакөлге жетіп құлады. Кейбір тайпарулар Қызылқұм, Қарақұм ішіне сіңді. Осы тұста халықтың жүрегіне мәңгі сақталған ащы зар мен ауыр мұңға толы елім аяны дүниеге келді. Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламаның шырғалаңы мен аласапыраны қазақтардың еркіндік пен ерлік рухын шыңдады. Ұлт перзенттері батырдың басын қосып, халық бірікпей тірлік болмайтынын түсінді. 1726 жылы 300-дің басын қосқан құрылтайда әр рудың билері, қолбасылары мен батырлары жауға бірлесіп соққы беруге шешім қабылдайды. Осы тұста ел арасында беделі биік, аузы дуалы, жаны жомарт Нұрымбет би бабамыздың да Қаракерей, Қабанбай, Саты Дәулетбай батырларға арқа сүйеп, әскерлердің ат көлігі, ішім-жемі, қару-жарақ, ер-тұрманын сайдап беру аз шаруа еместі. Нұрымбет би бабамызда ел ағаларына арқа сүйеп, елімде батқа қонған әр азамат ұлтарақтай жер үшін, ұлты менен ел үшін аянбай күресті, қан төкті. Бөгенбай, Қабанбай, Саурық, Жәнібек, Малайсары, Абылай, Әбілқайыр бастаған қалың ел жоңғарларға қарсы майдан ашып, Бұланты мен Бөленті өзендерінің жағасында Аңырақай даласында ұлы жеңіске жетті. Ел басына күн түскен нәубеттен халқын құтқаруда би бабамыздың сіңірген еңбегі баһадүр батыр бабаларымыздан еш кем түспегені анық. Тарих көшін осылайша оңына бұрған ұлы бабаларымыздың рухына тағзым етіп, ерлік істерін әспеттеу болашақ ұрпақтың мәңгілік парызы. Бабалар асыл даналар. айтып бар аймақ бар ауылға, жалын ойнап жігіттің жанарында,
Тарбағатай даласын дүркіретіп ағайын той басталды жаңа ауылда. Жаңа ауылда көтеріп туын көптің, ас беріп думан қылып дүрілдеттің. Ұлы дала төсінде еркін жортқан ұрпақтары бас қосты Бұрымбеттің. Айтса сөзі созғанға қолы жеткен, Тәңірім бағда өлетін толық еткен, бабамыздың той осы көптен күткен, көппен көрген ұлы той болып өткен. Қанжарынан қан тамып жауды жеңген, қарағылды қақ жарып дауды жеңген, батырлар мен әділ билердің, ақтангер ақындардың мекені киелі Тарбағатай өңірі Жаңауыл ауылында әйгілі Байжігіт ұрпағы Сатыұлы Бұрымбет бабамызға арналған Алталаштың басы қосылған айтулы ас болып өтті. Берекесі мен бірлігі жарасқан Бұрымбет ұрпақтары ұйымдастырған бұл дүбірлі той 3 күнге созылды. Сол уақыттың ішінде көптеген Бұрымбеттің өзінің тумалары, сондай-ақ жаңағы осы асқа байланысты көмек көрсетем деген азаматтардың демеушілігіменен асымыз өтті. Ас 3 күнге созылды. Осы 3 күнде мәдени спорттық шаралар, жаңағы бабамызға ас берілу шараларының бәрі ойдағыдай өтті. Бір сөзбен айтқанда, ұйымдастыру жұмыстары нәтижесін берді деп айтуға болады. Енді мен өзім тарапымнан осы асты өткізуге байланысты демеушілік жасаған бауырларымызға, осы асты өткізуге байланысты ақылы кеңесін берген үлкен ақсақал аталарымызға, сондай-ақ басқа да жаңағы демеушілік жасаған азаматтардың барлығына осы Бұрымбет би бабамыздың атынан рахмет айтамыз. Біздің ойлаған мақсатымыз осы Бұрымбет би бабамыздан тараған ұрпақтардың бір-біріменен жақындастыру, жаңағы жас ұрпақтардың осы Бұрымбет би бабадан тарайтын кімдер екенін, соның бәрін жаңағы жас ұрпақтың ойына жеткізу болған. Сол мақсатымыз толығымен орындалды деуге болады. Созса қолы, сөйлесе сөзі жеткен, әрі батыр, әрі би, Бұрымбет бабамыздың ерлігі менен ел үшін жасаған игі істері атадан балаға аңыз болып жеткен еді. Бүгінгі ұрпақ өзінің ата тегін, тарихын, ұлы тұлғаларын тануы керек. Осындай ұлы мақсатпен ұлы бабамызға арналып монумент орнатылды. Қадамын бақтабалар адалдықтың ақ жолынан аттамаған. Тойларың құтты болсын байжігіттер, тараған алтын құрсақ мақтанадан. 6 жұмық 5 саты батыр ауыл, сақтаған тектілікті сақ бабамнан. Бұрымбеттің алтылы атқа қонса, айтшы елім үміт бар ма ақталмаған. Бұрымбет ұрпақтарының 6 жұмық 5 сатының баласына ата жолымен сауын айтқан ұлы тойына қош келдіңіздер. Осы дүбірлі айтыстың алдында күллі Бұрымбет ұрпақтарына арналған танымдық шежіре кітаптың да тұсаукесерін жасауға рұқсат етіңіздер. Қадірлі ағайын, сіздердің қошеметтеріңізбен сахна төріне Алтынбек Қорабаев ағамызда және де кітаптың лентасын қиюға ауылымыздың үлкендері, ардагер ұстаз педагог Қарлығаш апайымызды, сондай-ақ Жетісу облысынан келіп отырған Дәлелхан атамызды шақырамыз. Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Әжелеріміздің шашуынан қабылдаңыздар, қалқа қарай. Жалпы ұрпақ өзінің кім екенін білмей, одан кейін келешекке қадам баса алмайды. Сондықтан да әрбір адам өзінің өткенін білу керек, шежіресін. Одан кейін барып келешегін ойлау керек. Сонда ол оны өзінің өткені келешекке нұсқау болады деген. Сондай ойменен осы кітапты шығаруға кірістік. Бұл енді Бұрымбеттің оның ішінде қандай адамдар бар, қандай көрнекті адамдар бар, үлгі боларлық, соларды жаздық көбінесе. Ол кітаптың негізгі өзі 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі сол Бұрымбет ұрпақтары,
оның өткен кеткені, оның ішіндегі Бұдабай Зайнолда туралы, оның ішіндегі кейінгі замандағы адамдар туралы. Содан кейін екінші бөлімі түгелмен Бұрымбеттің шежіресі болып келеді. Бір ақынның сау болса тілмен жағы, мың адамның айтылар, мұң мен зары демекші, қазақ қоғамында ақынның алар орны әрдайым биікте. Тарихта қалған бабаларымыз бен бей шешендерімізді өлеңге қосып, елдің рухын оятып, еңсесін көтеріп келе жатқан ақындарымыздың еңбегі ерен. Бұрымбет бабамыздың асы да шығысымызға танымал айтулы ақындардың айтысынсыз өтпеді. Бауырында, Жаңауылдың ауылында, бірән шырқап кетейін өнер сүйер қауымға. Тарай тоғын тек тұлдан, жер жастанар жаулары, шекарада шеп құрған тарбағатай балалары. Зор тұлған Ақжар елі дарасын, Ақтұғырға қондырған Бұрымбеттей бабасын. Айтыстағы зор есім шыққан сенен абашым, Ақбатанмен көгерсін, қуанышпен манашым. Ақсүйек өнерді жандарына серік еткен 14 ақын сахнаның сәнін кіргізіп, айшықты шумақтарымен, өткір әзілдерімен, отқыр жауаптарымен айтысқа шөліркеп қалған Жаңауыл халқының айызын қандырды. Қазағым енді қолдай бер, қарсыласы болса да қаттемен, оқтай боратып от өлең, дөнен боп кірді додаңа, жамантайларың кешегі жабағы жүні кетпеген ай. Бұл өзі өткен күнге алаң бекен, сол жайында біразыл айдайыншы, оған бұл өкпелеме маған көкем, жабағы жүнің түсі өтсіпті ғой, қалғаны жабағының жағаң декен айқаяғы. Ай! Маңырақтан жау асырмай деп жатса егер, жау қолына қалдырды ғой Жаңауылды. Алағайын енді келіп ұрандаңдар, әр уақтар топырақта бір аулаңдар. Жаңауылды ағайын айтарым бар, Қытайларды Қытайдан шығармаңдар. Ағайын қолдауымен ұлың көктер, мінекей тыныш жатқан дүбірлектен, шабытымды шақырып бір қолдау бер, қолдауыңды бер алсаң жырым көктер. Еңбекқор адамдарға сәлем бердім, ертең жасар жұмысын бүгін реттер. Армысың Ақжарым мен Жаңауылым, бармысың батыр туған Бұрымбеттер. Абайдың ауылынан келген ұл Жейде бай жырмеккесі сөз қонғасын. Ендеше қиғуың мен шабытты бер, ақыл мен Айбек балаң сөз дарынасын. Жаңауылға дәм бұйыртып біз дегендік, жаратып қар өлеңнің боз жорғасына. Ұрпағына құт қонған Бұрымбет биге арнап айтыскер ақындар өлеңден ескерткіш тұрғызса, текті бабаның мықты ұрпақтары қосылып, алып тастан өмірлік ескерткіш орнатты. Бабамыздың алып мүсіні көрген жанның көзінің жауын алады. Бұл келешек ұрпақтың ата тегі мен тарихын біліп өсу үшін жасалған өте игі жұмыс. Өткен талай бұл даладан, егінім
гүрлеткен еліне болған пұтқа заман қайбанау. Ата бабамыз өсіп туып өскен жер ғой, осыған қарай тартып, соған енді осы той болардың алдында мен айтып қойып едім, осы Бұрымбет бабамның ұрпақтарына ескерткішті осы Үржар Бұрымбеттері жасайық деп, осы ескерткішті сыйға тартайық деп. Содан енді бәріміз ақылдасып жиналып, Үржар Бұрымбеттері бар, біраз енді үлес қосты. Қалған қаражаттың бәрін өзім шығардым. Мынау ескерткіш Шымкентте Сарағаш деген жерде Бесқұдық тас деген жер бар. Соның тасынан өздеріңіз көрген шығарсыздар. Қызыл тас, бұл тас өзі құбылып тұрады, жауын жауған кезде қызарады, күн шыққан кезде ағарады, сондай таста. Содан кейін жауын жауған сайын қатая береді, сондай тас. Сол тасты алып келіп былтыр қарашаның 28 күні алып келіп қойдық. Артымыздағы ұрпаққа ізгі ниет болып қалады бұл той. Бұл той тек қана бұл той жасау емес, бұл балаларымызға, немерелерімізге тәлім тәрбие. Ертең олар мақтан тұтады. Біздің осындай бабаларымыз болған екен ғой, осындай жерді жаулардан аман есен алып қалған екен ғой деген балаларымызда сондай ой түрткі алу керек. Менің ойым осы, үлкен бір тәлім тәрбие деп ойлаймын. Тойымыз тойға оласын, жақсылық болсын енді. Жаман өткен жоқ сияқты, жақсы өтті. Әлі де алда осымен тоқтап қалмай, әлі де жалғасын таба береді деп ойлаймын. Өлі разы болмаса, тірі байымайды деген даналарымыз. Халықтың разылығы үшін жасалған дүбірлі тойда баба рухының разылығы үшін қасиетті Құран оқылып, қатым түсірілді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул хуаллаху ахад. Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Аллаху акбар. Сатаулы Бұрымбет атамыздың рухына бағыштадық Рабби. Бұрымбет би атамыздың және басқа да әулиелердің, игі жақсылардың рухтарына бағыштадық. Я Алла, артынан Құран бағыштатып, дұға қылып, осындай ас беріп отырған барша осы аудан тұрғындарына, ел жұртшылыққа, халқымызға, осы тойға атсалысқан, үлес қосқан, еңбек қылған, тілеу тілеген барша игі жақсылардың әрқайсының үй отбасы бала-шағаларына, я Рабби, немере шөберелеріне игілік, жақсылық, рызық, берекет, ауызбірлік, ынтымақ, денсаулық пен қауіп-қатер, бәле-жала, қиыншылықтардан сақтап, ниет тілеген тілектер осы орындалып, мақсаттарына жеткізе бере Алла. Бирахметке я архамур рахмин. Элхамдулиллахи раббил алемин. Аллах. Қабыл болсын. Елді бірлікке шақырып, берекелі іске жұмылдыруда, иманға шақырып, ауыл жастарына тәлім тәрбие беруде мешіттің атқаратын жұмысы өте маңызды. Қатым барысында Бұрымбет ұрпақтары Жаңауыл мешітіне автокөлік сыйлауды жөн көрді. Бұрымбет би бабамыздың ұрпақтарының атынан автокөлік сыйлауға рұқсат етіңіздер. Сізден табыс етеміз. Күш атасын танымас деген атам қазақ. Жүректі де білекті, жауырыны жерге тимес, апайтөс балуандардың боз кілемдегі күресінсіз ас пен тойдың сәні кірмейді.
Жалпы енді 3 жылдан артық дайындалған асымыздың өту барысы өз көңілімнен шықты. Өте қуаныштымын. Енді бұғанға дейін көп дайындықтар өтті, ағайын туыстарды іздеуден бастады, бұрынбет ұрпақтарын бір-бірін іздеп тауып, одан азаматтар тауып бірігіп көптен қаражаттар жиналды. Сол 2 жылғы дайындығымыз өте жоғары деңгейде болды деп ойлаймын. Бүгінгі енді мына өтіп жатқан асын деңгейін сол дайындықтың бұрынбеттің ұрпақтарының береке бірлігінің арқасы деп ойлаймын. Қазақ күресінен өгіз палуан, түйе палуан 2 салмақта өткізіп жатырмыз жүлдені. 2 салмақта да Қазақстанға белгілі спорт шеберлері, әлемдік деңгейде күресіп жүрген палуандар келіп, жолдың ұзақтығына қарамай келіп қатысып жатыр палуандарымыз. Жалпылама айтқанда біздің бүгінгі осы 3 жылғы еңбегіміз, маңдай теріміз ақталды. Елдің береке бірлігін кіргізу болған, бұрынбеттің ұрпақтарын бір-бірімен жақындастыру болған, таныстыру болған негізгі ойымыз орындалды деп ойлаймын. Қазақ қашаннан ат ердің қанаты деп жылқы малын ерекше қастерлеген. Кез келген жігітке қанат бітіретін, болмысы бөлек жаратылған бұл жануарлардың шабысына қарап, қаны қызбайтын, арқасы қозбайтын қазақ жоқ. Баһадүр батырларымыз тұлпарларының тұяғымен таптап өткен қасиетті даланы қазанаттардың бәйгесі өзгеше бір дүбірге бөледі. Жатыр ұрпағы өсіп толған жер. Майлыдан ассаң сатыға жайлы болған төр. Бұтабай қажы Зейнулла болыс болған жер. Дүбірлет бүгін бабаңның тойын думан мекендеп қонған ұрпағың қыранын баптап ұшырған биік сұңқарын Ақымбетпенен теріс айрық бойын жағалай аң аулап бабам тазының салған сырттанын бәйгеге қосқан жезгиек жүйрік тұлпарын. Беу барқыт белім тарбағатай беу шығысында асқаралтай ұрым бетелдің алдылы көшіп қонған жер. Той жасап жатыр ұрпағы өсіп толған жер. Майлыдан ассаң сатыға жайлы болған төр. Бұтабай қажы Зейнулла болыс болған жер. Дүбірлет бүгін бабаңның тойын
ең барқыт белім тарағатай беу шығысында асқаралтай бұрын бетелдің алтылы көшіп қонған жер той жасап жатыр ұрпағы өсіп толған жер майлыдан ассаң сатыға жайлы болған төр бұтабай қажы зейнулла болыс болған жер дүбірлет бүгін бабаның тойын думанбек. Жаңағы жан-жақтан келген көрермендер өтін қарасы да өте көп болды. Одан кейін жаңағы біз Саят Медеу, сондай-ақ Сайлаубектің бірінші ретіне ауыл көрермендер жүздесіп, өте үлкен әсерде болды. Содан кейін тағы бір айта кететін шара жаңағы мынау осы мәдениет үйінің сырт алаңында өткен облыстық, біздің Шығыс Қазақстан облыстық драма театрының артистерінің дайындаған Бұрымбет бабамызға арналған үлкен қойылымы. Бұл бір жағынан тарихи, екінші жағынан ұрпақтар сабақтастығына, ұрпақтарға деген сол Бұрымбет бабамыздың бір аманатын жеткізгендей қойылым болды. Әрине бұл қойылымға бір айта қаларлығы, осы қойылымға қатысқан актерлардың барлығы осы Жаңауылдан шыққан өнерпаздар. Осы Жаңауылда мынау Жаңауыл халық театрының іргесін қалап, кейіннен мынау үлкен облыстағы үлкен қара шаңырақ деуге болады. Осы театрдың негізін қалаған актерлардың барлығы қазір міне алды 60-ға келді. Солар міне ауылдарына қайтадан оралып, арттарынан ерген жас өнерпаздардың барлығын баулып, мына үлкен сахнада олар да өнерлерін көрсетіп қайтты. Жоңғардан жерің азат. Қиналы бет ел жұртын көріп азат. Төбедегі келері анық екен. Жұдырықтай жұмылса қалың қазақ. Көрсеттің дана көйлік, кемеңгерлік. Жомарттықпен көп демеу сенен көрдік. Жұрт тұйтып, артынан сен ертпегенде шығармет осыншалық менендерлік. Жаратқан Алла сені кең болсын деп, қазақтың жақсысымен тең болсын деп, мен даладан тіледім бір тілекті, алты ұлың, алты рулы ел болсын деп. Уа ел жұртым, уа қазақтың қалқасы, құланаспас жотасындай батырларың, Алла қолда батамекен жерімізді жау тырнағынан тазартып, ел жұртымызды азат еттік. Бірақ бұл бізге арзанға түскен жоқ.
Ауыл кеші көңілді. Әсіресе Жаңауылдың осы бір кеші естен кетпейтіндей ерекше болды. Күні бойы Бозкілемдегі балуандардың, Аламандағы тұлпарлардың шабысы мен намысына тамсанып, арқасы қозған ағайын кеш түсе құлақ құрышын қандырар керемет концертке куә болды. Мерекелік кеште облысымызға белгілі ауданымыздың өнерпаздарымен қоса, республикамызға белгілі бабалар сазы этно ансамблі өнер көрсетіп, елдің ықыласына бөленді. Бұл кештің құрметті қонақтары, халықтың сүйікті әншілері, қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары Саят Медеуов пен Серікбол Сайлаубек ауыл жұртының көңіл күйін көтеріп кетті. Ең негізгісі концерт барысында Бұрымбет бабамызға арналған Су жаңа әннің тұсауы кесілді. Ақын композитор Бақытбек Әрінбековтің әнімен сөзіне жазылған бұл туындыны халық жылы қабылдап, қошеметпен бағасын берді. Құлақтан кіріп бойдалған, жүректі қозғап, рухты оятқан осы бір ән Бұрымбет ұрпақтарының ән ұранына айналатынына күмән жоқ. Қасиетті бабамыздың өсиетті сөздері ұлықталып, ас беріліп, игі істер жасалды. Күнделікті күйбең тірліктен бас көтермейтін ауыл адамдары бір серпіліп қалды. Атам қазақ бұндайды, көппен көрген ұлы той дейді. Артынан Құран оқып, еске алатын, ас беретін ұрпақтары барда, асыл бабамыз Бұрымбет бидің есімі мәңгі өлмейді.